Баршаңызға сәлем, өте дәмді, жұмсақ, жаңғақты тоқаштың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 250 мл жылы сүт, бір жұмыртқа қосып, қант салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ашытқы саламыз. Ерітілген сары май құйып араластырамыз. Ұнды біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды шетке алып қойып, салмасын дайындаймыз. Бір кесе грек жаңғағын ұсақтап аламыз. Жаңғағымызды ыдысқа салып, оған қант, ерітілген сары май қосып, жақсылап араластырып, массамызды дайындап аламыз. Қамырымызды алып, жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей ортасына қарай жабамыз. Пышақтың көмегімен 4-5 см етіп ленталарға кесіп аламыз. Видеода көрсетілгендей орап түйеміз. Бетіне жұмыртқа жағып 180 градуста 30 минут пісіреміз. Тоқаштарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді төменге қалдыра отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызға жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.